Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Лайф Тұстас каналы. Бүгін мен сіздерге тағы да өте керемет платформаны таныстырғым келіп отыр. Бұл платформаның атауы форматив деп аталады. Форматив деп аты айтып тұрғандай, оқушыларды формативті бағалауға оңай және тиімді платформа болып табылады. Ол үшін Google жолағына форматив деп жазасыздар. Сонан соң мінекей форматив батырмасының formativ.com сайтына өтеміз. Сайтқа өткеннен кейін сіздерде осындай жұмыс аймағы ашылады. Міндетті түрде аккаунт немесе электрондық почта арқылы тіркелесіздер. Менде осы компьютерда сақталғандықтан бірден ашылады. Енді мына жерде көріп тұрғандарыңыздай менің жасаған тапсырмаларым сақталып тұрады. Яғни сіздің жасаған тапсырмаларыңыз сақталып, өз аккаунтыңызда осылай көрсетіліп тұрады. Создать батырмасын, новый форматив батырмасын басамыз. Осы жерден добавить тип вопроса батырмасын басамыз. Яғни осы жерден сіздер өзіңізге қажетті шаблонның түрін таңдайсыз. Мысалға сізге тест сұрағы керек па, қысқа жауап деген мысалға сұрақ қойып, соның жауабын оқушылар жазу керек болатын болса, короткий ответ батырмасын басасыздар. Енді әртүрлі формада тапсырма құрастырып көрейік. Мысалға көп таңдау дегеніміз ол кәдімгі тест жұмысы. Енді осы жерге сұрағыңызды жазасыз. Мысалға мен кез келген сұрақты жазамда, добавить вариант батырмасын басу арқылы сіз сұрағыңыздың варианттарын енгізесіз. Мысалға мен кез келген жазуды жаза берейін, өздеріңіз қажеттеріңізге қарай құрастырып ала бересіздер. Енді бұл жерде дөңгелектің ішін, дұрыс вариант болатын болса, дөңгелектің ішін басып қоясыздар. Енді мына жерде 1 деген тұр. Ол жерде мысалы осы сұраққа жауап берсеңіз, оқушыға қанша балл бересіз, соны жазып қоюға болады. Добавить вариант деп, неше вариант қосқыңыз келеді, сол бойынша құрастырып ала бересіз. Мысалы показать свою работу дегенді басатын болсаңыз, оқушыға өзінің жұмысы көрініп тұрады. Енді мысалға сіздерде мысалға әдіс тәсілдің ішінде 5 тест, 1 сұрақ жауап беретін болсаңыз, мысалға короткий ответ батырмасын басамыз, мына жерге сұрағыңызды жазасыз. Осылай сұрағыңызды жазасыз да, дұрыс жауабын енгізіп қойсаңыз болады, немесе оқушы өзі жазатындай қылып осындай сұрағыңызды оқушыға ұсынуға болады. Енді осылай тапсырмаңызды осындай түрде құрастыра бересіз. Енді бұны оқушымен қалай бөлісуге болады? Мына жерде тұрған назначать деген көк батырманы басамыз. Тағы назначать батырмасын басамыз. Задание создано. Енді біздің тапсырмамыз құрастырылды. Сұрақтар осындай түрде сіздер оқушыларда көрініп тұратын болады. Мына жерде назначить батырмасын басқаннан кейін сіздерде сілтемесі ашылады, немесе QR код ашылады. Осыларды оқушылармен бөліссеңіз болады. Мысалы, копировать етіп оқушыға бөлісесіздер. Оқушылар тапсырманы орындап, сізге посмотреть ответы деген болады. Осы жерге неше оқушы қатысты. Мысалы, бізде 2-ақ сұрақ болды, 2 сұраққа неше балл жинады, соның барлығы осы жерде көрініп тұратын болады. Яғни сіз оқушыларды бағалауға қиналмайсыз. Форматив платформасы сізге оқушыны оңай бағалауға көмектесетін болады. Осындай әртүрлі әдіс тәсілдерді алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.